Сәлеметсіздер ме достар? Мен қазір сіздерге осы суретте көргеніңіздей монтаж жасауды үйретемін. Ол үшін біз түсіріп алған видеоны көрсетемін. Бұл жерде қимылдап осылай түскен. Енді бұны қалай монтаждаймыз дейтін болсақ, ең әуелі бірінші болып біз мынау фото деген приложенияға кіреміз. Бұл кез келген Android устройствода бар. Кіреміз, сосын жаңағы видео шығады бізде. Қазір мен сіздерге көрсетемін. Міне, жаңағы видео шықты. Енді бұл жерде біз не істейміз? Бұл жерде мынау изменить деген настройкаға кіреміз. Сосын бізде мынандай бір стабилизация деген знак шығады. Бұл кез келген Android устройствода болады. Осыған басамыз. Мына көріп тұрғандарыңыздай, бұл жерде мына стабилизация жүріп жатыр. Міне көріп тұрғандарыңыздай стабилизацияда ақырындап қалды. Міне бізде стабилизация дайын болды. Енді видеоны тексеру үшін мына батырманы басамыз. Көріп тұрғандарыңыздай, бұл жерде кішкене өзгеріс пайда болды. Ендігі кезек видеоны сохранить етеміз. Ол үшін біз экспортировать видео дегенге мынаған басамыз. Өзі сохранить етіледі. Сосын барып сохранить копию дегенді басамыз. Видео сақталып жатыр. Міне видео кішкене 1-2 минут сақталады. Сосын міне осындай нәтиже болады. Кейін бізде видео сақталды. Ендігі кезек біз бұл видеоға түсін қосамыз. Яғни бұл видеоны түсін яркий қыламыз, сәнді қыламыз. Яғни біз қазір PicsArt деген программаға кіреміз. Бұл программа негізінде мен премиумды скачать етіп алам. Пәсте сіздерге Telegram ссылкасын қалдырам. Сол жерге кіріп, каналыма подписаться етіңіздер. Сосын осы приложенияны премиум версиясын жүктеп алуларыңызға болады. PicsArtқа кіреміз. Міне бізде премиум версия. Сол үшін міне кез келген эффектті біз қолдана аламыз. Ал сіздер бұны жай ғана Play Market'тен жүктеп алам десеңіздер, бұл жердегі версиясы платный. Менікі премиум версия болғанға, мендегі бұл жерде барлығы бесплатно. Кез келген монтажды бесплатно жасай алам. Мысалы, сіздер
егер бұны Play Market'тан прямой скачать ететін болсаңыздар, мына сияқты нәрселерді ақша сұрайды. Ал мен сіздерге бұның да сырын үйретемін. Енді достар, монтажға келетін болсақ, міне бізде Pixar тұр. Бұл жерде видеоны сәндеу үшін плюс батырмасын басамыз. Сосын бізде видеолар шығады. Видеоны басамыз. Жаңағы сохранить етілген видео бізде міне шығып тұр. Міне көріп тұрғандарыңыздай стабилизировать етілген видео дайын. Кейінгісі біз бұл жерде настройка дегенге кіреміз. Сосын бұл жерде яркості ары бері өзіміз түсірген видеоға байланысты көбейтіп не азайтып сәндеуімізге болады. Бұл жерде ең бастысы мына цвет дегенді қосатын болсаңыздар, міне видео как HD формат сияқты жаңа болып шыға келеді. Және контраст дегенді қосатын болсаңыздар, видео өзіне түс қосады. Мысалы, контрастты қоспастан осылай жіберетін болсаңыздар, видео онша әдемі шықпайды. Ал контрастты қосатын болсаңыздар, міне HD формат сияқты шығып келеді. Сосын яркості сәл-сәл көбейтеміз. Міне көріп тұрғандарыңыздай HD видео HD форматта шығып келді. Кейінгіде өздеріңіз қалағандай мынандай эффектілерді қоссаңыздар болады. Бұл жерде енді эффектілер әртүрлі болады. Оны негізі қоспасаңызда бола береді. Сіздерге HD качество шығып тұр. Қаласаңыздар, мияқта музыка қойсаңыздар да бола береді. И бұл жерге стикерде қоя бересіздер кез келген видеода. Мысалы, бесплатный премиум версияда мыналар кез келген стикерді видеоның бетіне қоя аласыздар. Кез келген, егер бұл сіз Play Market'тан прямой скачать етсеңіз, бұл стикерлерді қою үшін сіздерден ақша сұрайды. Ал біз болса бұны тегін қолдана аламыз. Видеомыз дайын болды. Ендігі кезек сохранить деген батырманы басамыз. Бұл жерде міне тұр. Видео 1-2 минут өңделеді. Яғни 1-2 минутта біздің HD форматтағы видеомыз дайын болады. Достар, видеода 1-2 минут уақыт алды. Бізде міне 100% сақталды. Міне біздің видео сақталды. Ендігі кезек бұл жерде готово деген батырманы басамыз. Міне достар, біздің видео дайын. Ешқандай артық қимылсыз видео таза түскен. Көріп тұрғандарыңыздай видео стабилизацияланған және монтаждалған. Видеоға түс, бояу, жарықтық қосып HD форматтағыдай видео жасаймыз. Достар, каналға тіркеліңіздер. Кез келген видеоны қалай монтаждауды сіздерге тағы келесі видеода үйрететін боламын.